тегін түрде оқыту. Жұмыссыз жүрген азаматтар жаңа мамандық иесі атана алады. Су қайдан келді? 3 күннен бері асфальтты жарып шыққан ыстық судан жолды су басты. 14 наурыз көрісу күні амал мерекесі. Көктемнің жылы лебімен келген қазақтың ежелден келе жатқан дәстүрлі көрісу күні құтты болсын. Пенденің аузы аққа, мал аузы көкке тиіп, адамның адаммен, жылдың жылмен көрісіп, бір-біріне тілектерін айтатын күні. Бұл күн мен түннің теңелген тұсында қыстың бейнеті мен қиындығынан аман есен шығып, халықтың наурыз мерекесі алдында мәре-сәре болатын күндерінің бірі. Жаңа мүмкіндік. Жұмыссыз жүрген азаматтар жаңа мамандық иесі атаналады. Балқаш қаласының мансаптық орталығы жұмыссыз азаматтарды тегін түрде кәсіптік оқуға шақырады. Атап айтқанда электромонтер, автослесарь, дәнекерлеуші, штукатур, тігінші, шаштараз мамандықтары. Оқу мерзімі 3 айға созылмақ. Бұл бағдарламаға жұмыссыздар, оқуын жаңа бітірген студенттер, жастар қатыса алады. Биыл шәкіртақы көлемі 32.681 теңгені құрайды. Құжаттар Уәлиханов көшесі 5, 13-ші кабинет мекенжайы бойынша қабылданады. Байланыс телефондары 65070. 3 күннен бері Спицын мен Сәтпаев көшелерінің қиылысында асфальт астын жарып ыстық су ағып жатыр. Салдарынан Спицын көшесінен Желтоқсан көшесіне дейінгі жолды су басты. Ыстық судың асфальт астын бойлай ағуы жолдың сапасына айтарлықтай зиян тигізетін қаупі бар. Тілшілеріміз Балқаш жылу мекемесінен жауап алуға тырысып бақты. Жауапты мекеме ресми жауап беруден жалтарғанымен, бұның барлығы ерген қар суы деп отыр. Траншеяларға толып қалған су жылу трассасын бойлай ағу арқылы қызып кетіпті мыс. Нәтижесінде жылған су асфальт астын жарып шығуда. Қасиетті айда тарауық намазға қатынайтын көлігіңіз болмаса, қамықпаңыз. Мешітке апаратын автобус қаланың кіре берісінен 17-ші ықшам ауданға дейін тоқтап барады. Ал тарауық біткен соң автобус жамағатты дәл мешіттің ауласында тосып тұрады. Қоғамдық көлік алдағы 1 ай кешкілік уақытта тұрғындарды тегін таситын болады. Уақытымен жүру кестесін автобекет басшысынан арнайы біліп қайттық. Жамағаттың назарына біз мына тарауық намазына автобус жүргізіп отырмыз. Ол автобустардың бәрі Медина кешенінен сағат 8:30-да шығады, 19:30-да шығады. Сол қала көшелеріменен Жезқазған көшесінен Ағыбай Батыр көшесіне келеді. Ағыбай Батыр көшесінен Қараменде биге бұрылады. Одан Говыдыға барады. Говыдыдан Бөкейханова көшесімен Абай көшесіне дейін барады. Абай көшесінен бүкіл 17-ші кварталға кольцоға дейін барып, через кольцо мешітке келеді. Бұл автобус қазіргі уақытта белгіленген уақыты бойынша 22:00-ге дейін сол жерде тұрады. 22:00-де тарауық намаз біткеннен соң қайтадан тура осы маршрутпен елдің бәрін Мединаға дейін апарып салады. Балқашта Александр Апачинский мен Владимир Тулуповты еске алуға арналған бокстан республикалық турнир жалғасуда. Бүгін спортшылар ширек финалда жұдырықтасты. Турнирге халықаралық дәрежедегі АИБА төрешісі бас төрешілік етті. Много приехало участников, 200. Бүгінгі турнир өтіп жатыр. 260-тан аса спортшы жиналды. Балалар мықты дайындалған. Бапкерлеріне рахметімді айтқым келеді. Балқаш бізді жақсы күтіп алды. Жарыс өз деңгейінде өтіп жатыр. Мықтылардың мықтысы жеңеді деген сенімдеміз. Ертең бізде жартылай финал ойындары өтеді. Шаршы алаңға шығып жұдырықтасқан қатысушының бірі Аслан Ибешев. Алматы облысы Қарасай ауданынан келген спортшы бокстан спорт шеберлігіне үміткер. Бокспен айналысқан 5 жыл уақыт ішінде 38 кездесу өткізіп, 33 рет жеңіске жеткен. Сейітбеков Бақытбекке рахмет. Мен тренеріме мен шығарып осылай қарап жатыр. Боксқа айналысыма 5 жыл болды. Құдай бұйырса ертең отам, полуфиналға шықтым. Финалда отам, Құдай бұйырса. Қарсы алыстыма сәттілік тілеймін.
Ширек финал кездесуіне 100 шақты боксшы қатысты. Ертең жартылай финал өтіп, жеңімпаздар сенбі күні анықталмақ.